Қайырлы күн, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, менің есімім Берікбай Тұрлыбекұлы, Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің директорымын. Қазір айтып өткендей, осы жасанды интеллект аясында сізге бірнеше сұрақ қоя өтсем. Әрине. Және де қазіргі таңда 21 ғасырда жасанды интеллекттің білім беру саласында және қоғам өміріндегі рөлі қандай деп ойлайсыз? Жасанды интеллект бүгінгі күндегі қарқынды даму үстінде, сонымен қатар жасанды интеллекттің негізгі бір құрал ретінде ғана қолдануымыз қажет болады. Себебі бүгінгі күндегі заман талабына сәйкес әртүрлі технологияның дамыған заманында бүгінгі күндегі оқушыларымызға деген үлкен бір септігін және бір көмекші құрал ретінде қолданылады. Жақсы. Жасанды интеллект қолдану арқылы өз мектебіңіздегі тәжірибеде білім беру саласын арттыруға қол жеткіздіңіз бе? Әрине, біздің мектебімізде де бұндай жасанды интеллекттердің қолдану барысы әлде де қарқынды даму үстінде. Себебі күннен күнге әртүрлі жасанды интеллекттермен байланысты тапсырмалар, сұрақтар және де түрлі сабақ үлгілері көрсетіліп жатыр. Дегенмен де бұл мұғалім үшін де, оқушы үшін де үлкен көмегіне көрсететіні сөзсіз. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Рахмет. Бүгінгі біздің кезекті қонағымыз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Имершева Суджата Мамарузина, Есім Искандаров атындағы орта мектебінің директоры боламын. Сізге бірнеше сұрақ қоя өтсем, рұқсат па? Рұқсат. Бүгінгі ашық алаң сізге практикалық тұрғыда қандай пайдалы идея берді? Қандай ақпараттар? Бүгінгі ашық алаң EdTeach платформасында және форматында өтіп жатыр. Өте жақсы, өтті деп ойлаймын. Бізге практикалық тұрғыдан алғанда ағылшын сабақтарында немесе орыс тіл, қазақ тіл сабақтарында TWI платформасымен жұмыс жасау қолжетімді екендігі осыны мен көріп бүгін қол жеткіздім. Және де осын пайдалануға болады екен өз мектебімізде деген ой түйіндедім. Жасанды интеллект мектепте өткізілетін шаралар барысында тәжірибе алмасуға қаншалықты ықпал етеді деп ойлайсыз? Бұл жерде жасанды интеллект, конечно, оның ықпалы өте зор. Ол біріншіден уақытты үнемдейді. Және де берілген тапсырмаларды мұғалім тез арада тексеріп, оны көрсетіп алады. Және мұғалімге ол бір үлкен көмекші. Ол көмекші құрал ретінде пайдалануға болады. Жауабыңызға рахмет. Рахмет сіздерге. Біздің бүгінгі тағы бір қонағымыз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Абдилова Бибігүл Байжұмақызы, Сүмбе орта мектебінің директоры. Сізге бірнеше сұрақ қоя өтсем. Бүгінгі ашық алаң сізге қандай кәсіби әсер мен тәжірибе берді? Бүгінгі ашық алаң бізге мынау жасанды интеллектіні бүгінгі сабақта қолданудың тиімді жолдарын көрсетті. Практика түрінде көрдік. Мен өзім химия пәні сабағына қатысып, сол жерден біраз платформаларды көріп шықтық. Жасанды интеллект қолдану арқылы өз мектебіңіздегі тәжірибеде білім беру саласын арттыруға қол жеткіздіңіз бе? Енді жасанды интеллектті өздеріңіз білесіздер. Мынау енді биылғы жылы жаңадан мұғалімдер өзінің тәжірибесіне қолданып жатыр. Әрине бұның бізге берер өте көп. Әр пәнде, жаңа химияда да, ағылшында әр пәннің өзінің ерекшелігіне байланысты қолданып жатыр. Бұдан байқағанымыз балалардың сабаққа деген қызығушылығы өте жоғары болатынын көрдік. Жауабыңызға көп рахмет. Және де кезекті қонағымыз, қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз ба? Аты-жөнім Абирова Жанна Рахымбердіқызы, Термен Қазақ орта мектебінің директоры. Бүгінгі тақырыпқа сай бірнеше сұрақ қоя өтсем. Бүгінгі ашық алаң сізге практикалық тұрғыда қандай пайдалы идея берді? Практикалық тұрғыда өте күшті идея, себебі EdTech форматындағы алаң мен бірінші рет қатысып отырмын. Формат өзгеше, одан кейінгі маған әсер қалдырғаны балалардың IT саласындағы өте белсенділігі, сауаттылығы. Себебі оқушының жаңағы мектеп сайтын жасауы 7-ші класс оқушысының маған өте әсер қалдырды. Болашақ IT маман деп ойладым. Жақсы. Жасанды интеллект адамды алмастыра ма, әлде ол көмекші бола ма? Жоқ, алмастыра алмайды. Ол әрине көмекші құрал ретінде пайдаланылады. Мақсат сол. Жұмысымызды жеңілдетеді, өте құнды ақпараттар береді бізге жасанды интеллект, бірақ мен құрал ретінде деп ойлаймын. Жақсы. Көп рахмет.
Қайырлы күн. Өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Саламатсыз ба? Есімім Аршалым Сүйгенжанұлы болады. Долайт орта мектебінің мектеп директоры боламын. Сізге бірнеше сұрақ қоя өтсем рұқсат па? Жасанды интеллект мектепте өткізілетін іс-шаралар барысында тәжірибе алмасуға қаншалықты ықпал етеді деп ойлайсыз? Өте керемет сұрақ. Жалпы еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында да айтып өтті. Биылғы жасанды интеллектке бетбұрыс мынау заман талабына сай сапалы білім, саналы тәрбие беруде өте маңызды қадам деп ойлаймыз. Өйткені құндылықтар мен қазіргі заманауи технологияларды үйлестіре отырып, біз заманауи мамандарды, шәкірттерді дайындап аламыз деген сөзді айтқым келеді. Бүгінгі ашық алаң сізге қандай кәсіби әсер мен тәжірибе берді? Әрине бүгінгі Абай атындағы мектеп гимназиясында өтілген бұл ашық алаң мектеп директор ретінде, сонымен қатар педагог ретінде, сонымен қатар ата-ана ретінде маған өте үлкен ауқымды серпіліс болды деп толық айта аламын. Өйткені Қарлығаш Тоқтарханқызының қаншалықты терең білімді, заманауи маман екенін, қаншалықты новатор екенін барлығымыз білеміз. Бүгін іс жүзінде бүкіл мектеп, оқушылар, мұғалімдер өте бір жақсы көтеріңкі көңіл күй, сонымен қатар білімге болған серпілісті бізге берді деп толық айтуға негіз бар. Жақсы, жауабыңызға рахмет.